Кішкентай батыл кірпі. Қасқырдың кішкентай күшігі бөлтірік бір жаста болғанда кішкентай кірпіні кездестіреді. Олар екеуі достасып, түрлі ойындар ойнап, көңіл көтеретін. Қасқырдың баласы әсіресе допша оралған кірпіні қуалап жетуді ұнататын. Жылдар өтті, жануарлар өсті, бірақ олар әрқашан достық қарым-қатынаста болды. Бір күні есейген бөлтірік бір қасқырдың ұясынан Волт пен Уолс атты кішкентай күшіктерін байқады. Олардың анасы болмады, содан кейін бөлтірік күшіктерге анасының орнына қамқорлық жасады. Оларға тамақ берді, жануарлардың әдеттерін үйретті және өзімен бірге аң аулауға апарды. Қасқыр олардың тобының көшбасшысы болды. Бірақ уақыт өте келе ол есейген сайын оның тобы оған қарсы қастандық жасай бастады. Ал Волт пен Уолс атты қасқырлар көшбасшы қасқырды жолдан шығаруды ұйғарды. Олардың ішіндегі өзіне сенімді Волт өзі топтың көшбасшысы болуды армандады. Қыстың бір суық күндері аш қасқырлар Волт пен Уолс азу тістерін көрсетіп, көшбасшы қасқырға шабуыл жасайды. Дөрекілік танытып Волт айқайлайды: «Әй, қария, сенен пайда жоқ, сен енді олжаны иіскеп таба алмайсың. Өзің бізге жем болатын кезің келді», деді. Қасқыр артқа шегініп, үлкен қарағайға жақындады. «Әй, сатқындар, мен сендерді кішкентай және қорғансыз кездерінде таптым. Сендерді тамақтандырдым, өсірдім. Осы сендердің алғыстарың ба? Көзіме көрінбей кетіңдер», деп қасқыр ашуланды. Қарағайдың астында оның досы кірпі тұратын. Қыста шұңқырда ұйықтап жатқан кірпі қасқырлардың ырылдаған дауыстарынан оянып, досының таныс дауысын естіп, жорғалап сыртқа шығып кетеді. «Кетіңдер, мен қасқырды ренжітуге жол бермеймін», деді кірпі батылдықпен. Кірпілермен дос болсаң қандай басшысың? Кірпі сені қорғауға шешім қабылдады. Жолдан кет, тікенді тышқан. Волт табанын сермеп қалды. Кірпінің өткір инелері оның табанына кіріп кетті. Осы уақытта қасқыр досы екінші қасқыр Уолсты бір секіргенде құлатып жіберді. Бірақ оларға әрі қарай тиіспей, қорықтарға құйрықтарын аяқтарының арасына салып алып қашып кетуге мүмкіндік берді. «Рахмет, менің батыл досым, сені оятып жібергенім үшін мені кешір», деді қасқыр. «Не айтып тұрсың? Ұйқы маңызды емес. Мен бұрынғы досымды кездестіргеніме қуаныштымын», деп жауап берді кірпі.